Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 19-шы сабақ. Жақсы мен жаманды айыра білемін. Қаратпа сөз. Бірінші жаттығу: кестедегі сөйлемдерді салыстыр. Олардың мазмұнына, тыныс белгілеріне назар аудар дейді. Арайлым, сен кітапханаға бардың ба? Арайлым кітапханаға барды. Әже, ертегі айтып беріңізші. Әжем ертегі айтты. Дүкеннен керек заттарды алуды ұмытпа, қызым. Қызым дүкеннен керек заттарды алып келді. Енді осы сөйлемдерді салыстыру барысында не байқадың дейді. Яғни біз мұнда арайлым, әже деген және қызым деген сөздерден кейін өтір деген тыныс белгіні көріп тұрмыз, иә? Бұл бізде адамның назарын өзіне аудару үшін айтылып тұрған сөздер екен. Яғни әже деп назарын өзіне аударып, содан ертегі айтып беріңізші деді, иә? Сол сияқты, ал екінші жағында жай ғана әжем ертегі айтты деп қана айтылған. Сол сияқты осылай сөйлемдерді бір-бірімен салыстырып, осындай ерекшеліктерді көруге болады екен. Келесі екінші жаттығу: мәтінді мұқият тыңда. Нұржан кішкентай ағаштың артық бұтақтарын қия бастады. Байқамай қабығымен қоса діңін кертіп тастады. Балам-ау, мұның не? Ағашты жарақаттадың ғой, енді ол жылайтын болды. Нұржан қалт тұрып қалды. Қалайша, ағашты жылай ма? Деді таңданып. Әрине, оның да жаны бар, ол да тіршілік иесі, оны сезіне білуің керек, деді Бағмат. Мінекей, Балдырған журналынан алынған осындай мәтін екен. Енді мәтін не туралы? Мәтінге ат қой дейді. Мәтін Нұржан деген баланың кішкентай ағашты жарақаттап алған жайлы екен, иә? Мәтінге біз жаралы ағаш немесе ағаш діңгегі, ағашты жарақаттап алған Нұржан деп осындай үш түрлі атты көрсетіп шықтым. Немесе өздерің де өз ойларыңнан мәтінге ат ойлап қойсаңдар болады. Келесі осы мәтінге байланысты мынадай тапсырма: мәтіндегі негізгі ойды білдіретін сөйлемді тауып оқы. Оған өз ойыңды білдір дейді. Негізгі ойды білдіретін сөйлем: әрине, оның да жаны бар, ол да тіршілік иесі, оны сезіне білуің керек, деді Бағбан. Яғни кішкентай ағаш болса да, оның да жаны болады. Әр өсімдіктің, жәндіктердің барлығының жаны бар. Олар да тіршіліктің иесі екен, иә? Оларға зиян келтірмеуге тырысып, оларға керісінше қамқор болғанымыз жөн екен. Енді осы мәтін мазмұны бойынша жоспар құр және оны жаз дейді. Бірінші біз былай жазсақ болады: Бағбанға көмектескен Нұржан, иә? Алғашында Нұржан Бағбанға көмектеспек ойымен ағаштардың бұтақтарын қиып жатқан болатын. Байқаусызда жараланған ағаш дейді. Екінші солай қойсақ болады жоспардың мазмұнына қарай. Себебі Нұржан байқамай ағаштың діңгегін жарақаттап алады, иә? Үшінші, Нұржанның сұрағы Бағбанның жауабы дейміз. Яғни Нұржан таң қалып сұрайды, ағаштарды жылайды ма деп. Бағбан оған жаңағындай жауап берген екен. Енді осы мәтіндегі қарамен жазылған сөзге назар аудар. Бұл сөз не үшін қолданылып тұр деп ойлайсың дейді. Балам-ау деген сөз қарамен жазылған, иә? Бұл сөз Нұржанның назарын өзіне аудару, яғни қарату үшін айтылған сөз екен. Яғни Нұржанға балам-ау дей отырып, оның назарын өзіне аударған екен, иә, Бағбан? Келесі, мына ережені оқып есте сақтап алайық. Тілде біреудің назарын аудару үшін қолданылатын сөздер болады. Ондай сөздерді қаратпа сөздер дейді. Мысалы, Дана. Сен хайуанаттар бағына барасың ба? Дана деген адамның аты бұл жерде қаратпа сөз ретінде қолданылып тұр. Үшінші жаттығу: мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Қаратпа сөздерді тап. Шырағым, Кәмәш, мына қарасақаудың баласы саған бүлдірген әкеліпті. Өзі бұрын есік ашпаған бала екен. Жақсылап көйлек тігіп кигіз. Иә, балам, оқып жүрсің бе? Оқып жүрмін, Абай ата. Мінекей, осы мәтінді көшіріп жазып, қаратпа сөздердің астын сыз дейді. Бұл жерде қаратпа сөздер шырағым, Кәмәш, балам және Абай ата деген сөз екен, иә? Олардың тыныс белгісіне назар аудар дейді. Яғни қаратпа сөзден кейін міндетті түрде үтір қойылады екен, иә? Немесе сөздің соңында келсе нүкте қойылып тұр Абай ата деген сөзден кейін, иә? Осындай тыныс белгісін
назар аударып есте сақтап алайық. Қаратпа сөз үтір арқылы ажыратылады. Марат, үйдесің бе? Иә, Марат, мен сені күтіп тұрмын. Көп кешікпе, Марат. Мінекей, қаратпа сөздің алдында немесе қаратпа сөзден кейін міндетті түрде үтір қойылады екен, иә? Осы ережелерді, тыныс белгілерін бірнеше рет оқып, есте сақтап алайық, иә? Бұл бізге сөйлемдерді сауатты жазуға керек болады. Келесі, 4-ші жаттығу орны ауысқан ашық хат бөліктерін қалпына келтір. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Қымбатты әже, сізді туған күніңізбен құттықтаймын дейді. Яғни бұл жерде біз сөйлемдердің орны ауысқан екен. Соны ретімен жазып көрейік. Қымбатты әже дейміз, иә, бірінші. Сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Мінекей, ашық хатты бөліктерін ауысқанын барлығын қалпына келтіріп, осылай жазып алсақ болады екен. Қаратпа сөздің астын сыз дейді. Қаратпа сөз бұл жерде қымбатты әже деген сөз болады екен, иә? Яғни әжесінің назарын аудару, көңілін аудару мақсатында осындай сөзді қолданып тұр екен қаратпа сөз ретінде. Сабағымыз осымен аяқталды. Жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркелуді ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.